Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ECP ключті қалай телефонымызға сақтаймыз, сол жайында көрсететін боламын. Ең алдымен компьютерден ашылған ECP ключімізді өзіміздің телефонымызға WhatsApp арқылы жіберіп аламыз. WhatsApp-тан жіберілгеннен кейін мына жерде міне ECP ключтер тұр. Осыны мысалы міне out формат ключті және RSA. Осының басамыз үстін. Және мына жерде жоғарыда тұрған 3 кнопка оң жақтағы и поделиться. Осыны басамыз. Және бұны электрондық почтаға жіберіп аламыз. Электрондық почтамызға хат барды. Енді бұдан шығып электрондық почтамызға кіріп алатын боламыз. Электрондық почтаға хат келді. Енді осыны ашып аламыз. Ашқаннан кейін мына жерде жоғарыда тұрған мына стрелка тұр ғой. Соны басқан кезде сохранить дейді. Осыны кез келген өзіміздің файлымызға сақтап алатын боламыз. Және сохранить батырмасын басып файлға жүктейміз.